Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіз. Менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Мен бүгін сендерге шиеден варенье жасап көрсететін боламын. Алдын ала осы кішкентай бір жәшік шиемді алып, өлшеттім, 5,5 кило шыққан. Бұны жақсылап жуып, тағы да өлшедім, 5 кило шықты қыздар. Шөптерін тазалағасын. Бұған 5 кило шиеге 5 килограмм секер салдым, песогымды 5 килограмм қостым қыздар. Жақсылап бір қатар төсеп алып, осындай шиені секерлерімізді сеуеміз. Екінші қатар барлық жеріне тию үшін песокты осылай сеудім қыздар. Үшінші осылай қалғанның да барлығын үстіне құйып жауып қоятын болам қазір. Қараңыздар. Дәл осылай жауып тастаймын, кішкене песогы сіңгенше. Көп қоймайым, содан бетін жапқаннан кейін 20 минуттан қайттан ашып, жарты сағат 20 минуттан осылай бір былғап, уже согының бәрі шығып жатыр қыздар. Шекері еру үшін осылай араластырып, тағы да жауып қоям қыздар. Бірақ жақсылап аралассын, шекерлері еру керек. Дәл осылай тағы да жауып қоям қыздар. Осыдан кейін 2 сағаттан кейін отқа қойып, дәл осылай отқа қойып, үстіне су құямыз. Мына осы бакалмен бір бакал құйдым мен. 300 граммдай бар, анық 300 грамм бар, 400 шықпас ол. Осылай енді отқа қойып, орташа отта қайнатып бастаймыз. Бұлғап тұрамыз кішкене қыздар. Асты іліп қалмас үшін. Менде песогымыз көп болғандықтан қыздар көпіреді бұл. Беткі көбіктерін алғаннан кейін көп ала берудің қажет жоқ. Мынау екінші қайнауымыз қыздар. Дәл осылай енді алсаңыз болады. Көбіктерін алып қайнатамыз қыздар. Содан тағы да жауып тастап, мынау үшінші қайнауымыз. Крышкамды отқа қойып, банканы парить ететін темірді де қойып, банканы қойып жібердім қыздар. Үшінші қайнауы. Үшінші қайнауында 30-35 минут қайнатамда, бұны уже жауға даяр. 30 минуттан кейін уже жауып бастайым қыздар. Банкаларымды жуып, крышкамды қайнат жібердім, парға да қойдым қыздар. Мен банканы отқа парить етем, біреулер духовкаге бола береді, ол іштеңе қылмайды. Қайнаған сумен шайсаңыз да болады. Осылай қайнап, өте тамаша шие варенье шықты қыздар. Банкымызға құйып жабатын боламыз қыздар. Крышкамның бәрін астына салып жіберем ғой, банканы парить еткенде. Барлығын осы кезде барлығын сүзіп алып, банканың өзін парить ете берем мен бірімдеп. Дәл осылай құйып, банканы жабатын боламыз қыздар. Қазір жауып көрсетем. Мен істеген ісімнің барлығын көрсетем қыздар. Минуты 10-15 минут болып кетеді, сосын мен тез өтірем. Уақыты ұзақ болса, көп адам көруге ерініп кетеміз ғой, өзіміз болсақ та мысал үшін. Соның үшін уақытты тез өтіріп, жауғанымның барлығын көрсетем қыздар. Бірінші банкымды жаптым.
осылай екінші банкымыздан. Кеше маған сұрақ қойыпты, өткенде вареньелерді жапқанды көрсетіп салып едім видеосын. Онда банкыларды қайтып парить еткеніңізді көрсетпедіңіз деп. Қыздар, бәрі көрініп тұр ғой. Міне дәл осылай жауып қоямыз. Енді үшінші банкымыз міне. Шие варенье негізі қыста өте жақсы. Сүтсіз шайға салып жегенде, былай жегенде де маған ұнайды. Міне банканы осылай парить етеміз. Ана екінші банканы қойдым. Міне қыздар. Менде қыздар 5 кило шиеден 6 банка шықты варенье. Кейде 6 банка шықпайтын еді, осы да 6 банка шықты ровно. Міне қыздар, тамаша, 4-ші банкымыздан бастық. Бесінші банкымыздан бастық қыздар. Менің закрывалкам ескі қыздар. Кәдімгі соңғы шыққан закрывалкалар болса, онда столда тұрып жау аласыңдар. Мен столда тұрып жау алмаймын. Менің закрывалкам күш талап етеді қыздар. Міне осылай 6 банкамыз шықты міне. Өте тамаша шықты вареньем. Қыздар, менің видеома қарап, шие варенье жасасаңдар, күшті шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер, рахмет.